мінеки алдыңда үлкен бір сый, тып-тыныш тәртіпті үйреткендей. Кекетпеймін мінезді болған идей, бәрінде бар ондай бәлететтей. Сәл пәл ойланайын ортасында, мән бертіңді сөз басына. Ақыл айтқым келмейді, онда тұлам, бірге үйренсем сонда ғана тан. Қайта сөздер бұл мұң екен, тыңдамауға болмай бұл шыр екен. Әңгімеме қара бұл сырлы өлең, енді өзің оқып үйрен. Сен де алып қашып кеткен. Иә, мен 27-те алып қашып кеткен, аны 18 алып қашып кеткен ғой. Үйге қайтамын. Қалай деймін да перизат. Ауылдағы кісі айтады ғой. Сен 27-тесің ғой, неғып жылап отырсың? Кішкентай кезде саған сөйткен мамаң жатқан ғой сені, иә? Травмаң бар сенің. Сен оңбағансың. Үйлендіру керек, сол кезде есі кіреді. Мен өмірімде бірінші әйел адам бұлдамасыз, шын айтам. Вы боитесь его? Вы до сих пор вы боитесь? Бізде 90% қыздар тұрмысқа негізі проблемадан қашып шығады. Бірақ проблеманы 2 есе көбейтіп алады. Тұрмыстық өмірде егер сендер команда болмасаңдар, онда ажырасасыңдар. Ажырасу ол 2 адамның өлімі сияқты. Он женат на своей работе. Она на своей фантазии. Алып қашып кетсең сен оны. Неге жігіттерді алып қашуға болмайды? Сәлем, қалайсыздар? Бір жыл болды көрмегенімізге. Бір жыл, бә? Қалайсыздар? Ал, отырайға. Ой, қалайсыңдар? Не ғой, біз, ана жолы тақырыптарда сөйлесіп отырған кезде мынандай нәрсені түсіндік. Бүгінгі тақырып білесіздер ғой, ажырасу, бірінші программа. Айтам да, маған көшеде келетін адамдардың, немесе дайректке жазатындардың бәрі менен ажырасу туралы сұрайды екен. Ажырасайын ба, ажырасайын деп жүрмін, ажырасқаннан кейін не істеймін деген. Розадан тұрмысқа шықпай тұрған қыздар сұрайды екен. Қалай жігіт табам, қайдан іздеймін деген. Маған ажырасу туралы вообще келмейді сұрақтар. Менің дайректімнің бәрі ажырасу туралы. 1 балам бар, 2 балам бар, ажырассам қалай. Сосын бүгін сен қинаймыз. Сен комментарий бересің. Соқтан. Вот почему-то менде сондай көп келмейді. Ну, наверное, как бы смысл, действительно менде ондай опыт жоқ, менде ондай тәжірибе жоқ. Я могу только вот Википедия болып сендерге статистика бере аламын. Жоқ, сосын сен ұрсасын. Сосын олар қорқат сен. Маған айтады барлығы ана өткенде сол кофе ішіп отырғанда бір қыз келді. Вау, сізді көргеніме қуаныштымын. Сұрақ қойғым келеді, бірақ розадан қорқамын дейді. Андай, тоже сол ажырасқысы келеді екен. Не үшін маған сонда мен ажыраспа деп айтады ойлаймын. Бүйтіп ұстап алып тарс сондай. Мен оларға жаным, күнім деп аяп бүйтіп бүкіл проблемасына бірге кіріп, сүңгіп ішінде батпаққа батып жүремін ғой. Кеттік, давайте сұрақ қойыңыз. Саламатсыздар ма? Сәлем. Есім Аяла, кішкене қобалжып тұрмын. Негізі лудоманияға шалдыққан болатынмын, сол себепті тұрмысқа шықтым, соны тастаймын деп. Қалай, подожди, басынан? Я страдала лудоманией, вышла замуж из-за того, чтобы бросить онлайн-казино. Ну, вышла, чтобы побороть свою зависимость. Потом развелась. И сейчас у нас в Казахстане очень много людей, которые страдают лудоманией. Но что делают наши взрослые люди? Они женят своих детей. И последствия после этого, после развода. А вы развелись из-за лудомании? Да. Вы до этого ему не признавались? Нет, я вышла, соврала, вышла замуж и потом уже начала признаваться, что я страдаю лудоманией. И это послужило разводом? Да, я решила уйти, потому что я понимала, что я не вылечусь от этого. Кім айтты сізге тұрмысқа шықсаңыз лудоманиядан? Өзіңіз решили? И бізде қоғамда лудоман балалар үйлендіреді ғой. Соны айтып Нет, ол в основном еркектер ғой. Основном ол мамалар солайынан ойлайды. Мынау балам кішкене жындылау, осыны үйлендірсем, басқа қыз келіп бүкіл проблемаларын алады деген сияқты. Жібермекті үйлендіру керек. Сол кезде есі кіреді бұның деп ше. Лечение женщины называется это. Сіз тұрмысқа шыққанға дейін ешкімге айтқан жоқсыз лудоман екенін? 1-2 құрбым білетін. Олар тойда ештеңе айтпай тұрды ма? Жоқ, ол кезде не так было сильно последствия. После замужества, когда вот эта вся бытовуха началась, я уже начала сильно играть, потому что надо было прятаться, а дома я свободно же играла. Имеется в виду, после замужества начала больше играть. Да, бізде 90% қыздар тұрмысқа негізі проблемадан қашып шығады. Иә.
бірақ проблеманы 2 есе көбейтіп алады сол тұрмысқа шыққаннан. Ол жалғыз, енді мен өмірімде бірінші әйел адам лудамасыз, шын айтам. Ылғи ер жігіттер болатын лудаманы мен әйелдерді бірінші рет көріп тұрмын. Мен ана кімнің Ринат Балғабаевтың несі бар ғой, документалкасы, сол зависимость туралы. Сол жерде бір келіншекті көрдім. Интервью бергендердің ішінде бір келіншек болды, который именно играет дома. Тоже ана бірнеше баласы бар, үйде отырып ойнайды. Она думает, что она за счет этого жаңағы балаларыма жететін нәрсені ойнап табамын деп ойлайды. Сол жерде көргем, и вот я вас вижу. Я просто начала вести блог насчет лудомании. Я признала, что я зависимый человек. Ну, как бы это мне очень сильно помогло. Просто мне очень много пишут девушек, у которых страдают мужья. И они от них не могут уйти, потому что у них несколько детей. Өкінішті, әрине, негізі лудомания қазіргі 21 ғасырдың үлкен проблемасы болып тұр ғой, негізі. Бұрын айтатын 21 ғасырдың ауруы ол спид деп, есіңде ма? Брошюралар тарататын кәдімгідей. Сөйтсе спид қазір лудоманияның қасында негізі ойнамай қалды. Лудомания бізде жаңағы еще оны жасырады, барлығы айтпайды, үйде лудоман бар екенін айтпайды, бәрі қорқады ол нәрсені айтуға, жариялауға. Сіз біріншіден батырсыз оны мойындағаныңызға, біріншіден өзіңізге мойындағаныңызға, сосын бала тумай тұрып кеттіңіз ғой, иә? Ол да екінші ерлік деп есептеймін. Өзіңіздің соңыңыздан көбірек адамды тартпай, көбірек адамды батпаққа жаңағы белшесінен батпай, өзіңіздің проблемаңызды шешіп алмай тұрып, басқа семьяны сол проблемаға тартпай кеткеніңіздің өзі үлкен ерлік. Біз сізге немен көмектесе аламыз? Нет, я говорю то, что из-за этого же разводится очень много людей. Вот вы же говорите последствия после развода. Вот что делать женщине, которая развелась со своим мужем игроманом, который он загнал, получается, ее в огромные долги. У нее там кредиты 10-15 миллионов. Вот последствия. Вот. Как с этими исправляться? Мен негізі мынандай нәрсені айтам әйелге, кез келген жағдайда ажырасқан кезде, жақсы жағдайда ажырасу мүмкін, иә? Просто екі адам келісті де ажырасайық болды. Ары қарай бірге өмір сүре алмаймыз. Немесе қиын жағдайда ажырасады. Қырғын, соғыс, ұрыс, талас, төбелес жаңағыдай сенікі, менікі деген сияқты. Кез келген жағдайда бірінші кезекте әйел болсын, еркек болсын, психологқа бару керек. Жақсы психолог табу керек. Өйткені мынандай нәрсе бар. Развод, ажырасу, ол екі адамның өлімі сияқты. Кәдімгідей, адам сенің өміріңнен өлді, жоқ болды, кетті. И сен сол нәрсені сен қабылдауың керек, сол нәрседен өтуің керек. И және ол жаңағы сіздің жағдайыңыздағы сияқты сіз өзіңіз мойындап, бейбіт түрде бір-біріңізден кетсеңіздер, ол басқа мәселе. Бірақ соның өзінде бәрібір психолог керек. Неге? Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, ол өліммен тең, адам өлді дегенмен тең. Бірақ физикалық түрде өліп қалмағанменен ішінде кәдімгідей бір нәрсе үзіліп түседі адамның ішінде. Мен мысалы өзім ажырасқан кезде ешқандай бізде айғай-шу, ұрыс, төбелес деген разборка болған жоқ. Просто екеуміз екі сумкамыз алды, екі жаққа кеттік. Бірақ ішімде бір нәрсе кәдімгідей сынып қалады. Как будто осыған дейін жасаған бүкіл, тем более біздің барлығымыз андай ғой, қазақ қыздарының барлығы супер үздік қылып өсіреді. Сен ешқандай мінің болмау керек, сен кәдімгі граненый бриллиант сияқты бір сызат болмау керек сенің өмір баяныңда деп. А сен 30-дан асқан кезде жаңағыдай өмір баяныңда бір жаңағы ажырасты деген сөз пайда болды. Мен даже резюмеде менде болатын тұрмыста деген графаға ажырасты деп жазған, мен кәдімгідей алғашында қолым дірілдеді. Ужас. Мен сұмдық нәрсе жасадым деген. Бірақ оны бірте өте келе, психологпен жұмыс істей келе, бір емес мен 3 психологпен жұмыс істегеннен кейін ғана барып мен оны қабылдадым. Мен сау түрде ажырастым, ешқандай айғай-шусыз. Ал қаншама отбасылар бар, которые жаңағыдай өткенде Тредста көрдіңіздер ме, баланы бөле алмай кәдімгі үйдің ішінде айғай-шу болып жатыр. Ана бала, мен баланы аядым, мен үлкендерді аяп тұрған жоқпын ол жерде. Үлкендер өздері үшін жауап бере алады. Ана бала уже бір куча травманы сол жерде алып алды. Әкесі айғайлап жатыр, шешесі шыңғырып жатыр, әжесі ан жақта бірдеңе өзімен өзі, полиция тұр деген сияқты. Оның әлемін просто бұза салды. Сондықтан кез келген жағдайда, қандай жағдайда кетсе де, әйел бірінші кезекте ішкі дүниесін жөндеп алуға кірісу керек. Біз өткен бағдарламаларда осы ажырасу темасына бір соғып кеткен кезде мен айтқам, менің айналамда сондай нәрсе көп. Ажыраса салысымен әйелдер айналасына бірдеңе дәлелдеуге көшеді. Бірден. Мен сендерге көрсетем. Мен сенсіз де өмір сүре алам. Мен өзімді өзім асырай алам. Мен там андай, мындай, сосын жаңағыдай бірден кредит алып шетелге кетеді. Бірден тағы бірдеңелер істей бастайды, кәсіппен айналысып жанталасып кетеді. А ол бірден выгоранияға алып келеді.
ол өзі жайына қалады, ол аналарға доказать етіп, оларға сен өмір бойы дәлелдей алмайсың. Сондықтан ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Бірінші кезекте барасыздар, Құдай сақтасын, конечно, но сондай жағдай болып жатса, бірінші кезекте ішкі жақты жөндеу керек. Өйткені ол сіздің ішіңізде бір нәрсе сынып кетті кәдімгідей. Ол андай әдемі сөз болып, ондай бір поэтичный сөз болып көрінуі мүмкін, бірақ біздің ішімізде шын мәнінде қаншама нәрсе үзіледі, сынады, бұзылады. Сондықтан ауыл егер жаңағы сау емес отбасынан шықсаң, ұрыс керістен, жаңағыдай лудаманнан құтылсаң, жаңағы қарызға кіріп кетсең, соның барлығында бірінші кезекте үндемей ғана барып, психологпен барып сөйлесіп, өзіңнің ішкі жағдайыңды қалыпқа келтіру керек. Бірақ тек қана таңнан кешке дейін психологқа кіріп шығып жүре беру емес, қатарынан сол уақытта психологпенен сөйлесіп отырған кезде өзіңнің проблемаларың ашыла береді. Біз айтып отырмыз ғой, жаңағы үлкен проблема біздің қыздар тұрмысқа шыққанда, менің мына үйдегі тұрмысқа дейінгі проблемамды күйеуім шешіп береді деп шығады. Көп жағдайда. Мынандай жағдайлар бар. Үйдің үлкен қызы, мысалы, өзінен 6-7 бауырын қарап өскен қыз тезірек анадан құтылғысы келеді. Проблемадан қашып. Иә, проблемадан қашады. Өйткені үйде отырса, «Әй, Амина, тез, ананы алып кел, мынаны алып кел, анан көтін сүрт, мынаның боғын сүрт, ананың тамағын бер, сен қайда жүрсің, садиктен алып кел». Соның бәрінен қашады да тұрмысқа шығады. Олай ойлайды, ана тұрмыста мен жай табам деп. Біздің жағдайымызда ол олайдан жай таппайды. Ол 2 есе абьюзға түседі, 2 есе жаңағы неге түседі деген сияқты. Сондықтан ол проблемадан қашу емес, проблеманың шешімі емес. Ал ол жерге түскенде, ол проблемадан шыққаннан кейін сен міндетті түрде өзіңнің ішіңді қалыпқа келтіруің керек. Содан кейін ғана барып жаңа қаржылық мәселелерді ойлану керек. Қатарынан, мүмкіндігінше қатарынан ойлану керек. Ары қарай не істеймін? Көп әйелдер бізде тұрмыста жұмыс істемейді. Өйткені отағасылар не деп айтады? Бұл үлкен проблема. Бәрін мен өзім қатырамын, бәрін өзім істеймін. Осы кеше бағана аэропортта ғана естідім сондай проблеманы. 9 жыл ма күйеуі мықты жұмыста тұрған, әйеліне жұмыс еткізбеген. Енді қазір күйеуінің бизнесі тоқтап қалды. 4 бала қалай асырарларын білмей жатыр. Балалардың бәрі қымбат мектептерде оқиды. Күйеуінің бизнесі тоқтап қалды. Вообще жоқ, вообще бір тиын жоқ. Өзі қарыздардан сол бүкіл жиған терген соған беріп жатыр. Енді ана әйел көмектескісі келеді. Көмектесе алмайды, өйткені жаңағы дипломын алмай тұрмысқа шығып кеткен. Ешқандай қолында білім де жоқ, ешқандай ештеңе қолынан келмейді. Былай айтқан кезде кәдімгідей ол істей алмайды ештеңе, тек қана баланы бағуды біледі. Мен ойлаймын да, менің әйелім жұмыс істемейді, өзім асыраймын деп жұмысқа шығармайтын ер азаматтар, ол эгосы просто хрустальный болғанда да енді өте нәзік ер адамдар деп ойлаймын. Қытайский хрусталь. Китайский, да, өте нәзік. Неге? Өйткені не үшін шығарғысы келмейді? Өйткені жаңағыдай ол өзіне сенімсіз. Әйел ақша тапса, маған қарамай қояды деген нәрсе. Әйел ақша алса, ол менімен серіктес, өмірлік серік болмай қояды. Ол менің контролімнан шығып қалады. Ол менің айтқанымды істемейді деген. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл тек қана өте хрупкий эгоның көрсеткіші. Сондықтан да в норме бір отбасыға қазір табыстың бір ғана көзден кіруі ол дұрыс емес. Это для этого, білмеймін, сен мысалы да әкімнің баласы, министрдің баласы, бір олигархтың баласы деймін, оларды қазір әрі-бері жаңағыдай өкімет ауысқан кезде олардың да дүние мүліктері ауысып жатыр да, то есть гарантия нет нигде. Поэтому должны зарабатывать обе стороны. Кіріс әрқашан екі жақтан келу керек та. Сіздің сұрағыңызға жауап бергенде енді айтып жатсыз ғой да, мысалы сіздің ситуацияңызда сіз ойнайтын әйел адамсыз, и сіз, у вас были долги, которые вы нажили в браке? Из-за лудомании? Да. Да. Соны ажырасқан кезде как вы разделяли это? Никак. Я сказала, это мои долги, я сама решу их. Но чаще всего еркексіз. Негізі өйтіп айтуға болмайды, бірақ көп еркектер керісінше әйелге қарызын тастап өзі кетіп қалады. Возможно, если бы я была бы с ним в браке, наверное, я бы тоже его загнала бы в огромные кредиты. Ну, как это мужчины, да, умеют делать? Жоқ, бірақ сіз... Подожди, в браке вы были? Я в браке была, я замужем была. Сколько лет? Полгода. Ну, это как бы не считается. Да, не считается. Полгода не считается. Но бізде мынандай нелер бар ғой, әйелдердің жазатыны
осы мәселеде. Как-то я помню, тему вот лудомании тоже поднимали, то ли на этом анонимный опроста ма. Ол кезде көбіне жазатыны былай айтты, даже сондай жарты жылдық немесе бір жылдық қарым-қатынас болса да, успевают кредит алдырып, немесе некені официально регистрация жасамайды, тек әйелдің атына кредит алады да, сөйтіп лақтырып кетеді. Получается, ты не докажешь. Вот әйелдер ондай кезде они не могут доказать, что они были в браке с этим мужчиной. Только если бала туса ғана. А если бала тумаса ол кезде? Ты не докажешь, что ты с этим мужчиной был с этот, потому что бізде гражданский брак деген нәрсе жоқ. Поэтому бізде қыздарға жалпы гражданский брак, он как бы не надо этого делать, потому что юридически никто вас не защитит. Ең қоғамда заңды түрде қорғансыз әйелдер бұл жаңағыдай азаматтық некеде тұратындар, екінші, үшінші әйел болатындар. Жаңағыдай тоқал болатындар. Вот вы юридически не защищены никак. Вы никак не докажете, что вы были в браке. И сіздің балаларыңыз тоже не защищены. Да, они тоже не защищены. Поэтому всегда, если отношения серьезные, то их нужно регистрировать. Көп әйелдер жаңағыдай аңқау ғой. Да, некені не істемейді да, алады не қылады, өзінің атына кредит алып беріп жүреді. Осы алдында келді ғой бір қыз. Сондай тоже бір бала туады, 5 айлық кезінде просто біз күлдік қой. Баняға кетіп қалды, нанға кетіп қалды, сол күйеуі жоқ аумен. Ол шын мәнінде нанға кетті деді. Нанға кетті. Күйеуі сол күйі жоқ, да, и дети, все, весь быт остается. Тақырып вообще план Б, да, план Ә. План Ә. Ажырасудан кейінгі өмір. Сіздің ситуацияңызда сіз ол некеден өте безопасно шығып кеттіңіз для противоположного жаңа күйеуіңізге, да, бывший күйеуіңізге. Көп жағдайда әйелдер ондай емес. Мен білмеймін, қазір заңгерлер болса осы жерде айтса екен, бізде сондай ситуация бар ма? Мысалы үшін ажырасты, общий наличный кредит алды деп айтайық некеде. Сөйтті да, оны еркек алды да, неге салып жіберді, ойынға салып жіберді. Енді они теперь разводятся. Она может доказать и это обременение снять с себя. Но менің қарзым емес, бұны ойнап тастады. Мен практикада онда естімеппін, керісінше әйелдер төлеп жүреді ылғи. Шешесі төлейді, әйелдер. Негізі лудомания мәселесі бұл үлкен күрделі мәселе ғой. Обычно, как она лечится, лудоманды емдеген кезде оның қасындағы туысқандарын да емдейді. Олардың бәрі психотерапевтке барады. Потому что зависимый человек, оның қасында созависимый человек, это целая конструкция. Мынау адам, жаңа зависимый адам, қалай өмір сүріп жатыр ол? Қасындағы адамдардың подпиткасымен өмір сүріп жатыр. Олар соған жаңағы әкеп береді, ақшасын, ананы алдайды, бірге қосылып алдайды ғой, былай қарағанда. Құмырсқалар сияқты ма, матка жатады, соған бәрі әкеледі тамақ. Олар бірге қосылып алдайды. Туған туысты, достарды, бизнес ашам дейді. Қаншама лудомандарға жаңағыдай әйелдері подругаларынан, туысқандарынан ақша алады да, біз бизнес ашайын деп жатырық, ақша бере тұр деп алады, сонымен ақшаны жоқ қылып жібереді. То есть созависимость қасында тұратын адамдар, у них тоже это нужно комплексно проходить лечение. А вот жаңағы юридический мәселе, если юридически это можно доказать, то можно ли, ол жағын білмейді екенмін. Оның үшін заңгерлерден сұрау керек. Негізі ажырасу бойынша менің ойым қандай. Жаңа план Ә деп жатыр ғой, не нәрсеге дайын болу керек. Әйел болсын, еркек болсын. Бірінші мәселе, шешілетін мәселе бұл экономикалық ажырасу. До этого некеде экономикалық мәселелерді кім шешті сіздердің отбасыларыңызда? Да, қалай шешілді? Кім не үшін төледі? Вам нужно будет сесть это разделить, потому что общий бала болатын болса, это и немесе бөлінетін мүлік болатын болса, оның бәрін отырып шешу керек. Үлкен вопрос. Иногда такие вопросы решаются годами. Вот, жылдап өйткені ана үй сатылу керек, ол үйдің қанша проценті біздің үйге беріледі, ол үйде дом долясы бар деген. Экономический, финансовый вопрос, он очень огромный. Одан бөлек тұрмыстық вопрос. Жаңағы балаларын алып келу, басқа сондай туған туыс, ертең күні екі жақта үйленіп жатса, бір-бірлерінің тойына бармайсың ба, барасың, үлкен процесс. Ажырасу ол үлкен процесс, көбіне осы процесске адамдар шыдай алмайды. Тағы сұрақтарыңыз болса, давайте. Сәлеметсіздер ма? Менде жалпы екі сұрақ. Бірінші сұрақ жаңағы ажырасудан кейінгі моменттер, ситуациялар. Мысалға, менде жағдай болды, 9 жыл мен тұрмыста болдым. 9 жылдан кейін күйеуіміз екеуміз ажырасуға шешім қабылдадық. Күйеуім өмірі осы 9 жылдың ішінде қолдап, жұмысқа шығуға көмектесіп, балаға көмектесіп жүрді. Бірақ менде эмоциональный жағынан истощение болды. Қазір ойланамын да, сол жағдай бойынша бірінші мен сол кісімен бірге кездесіп жүргенге жақсы көрдім ғой. Неге қазіргі таңда мен ол кісіге қараған жағдайда менде отвращение болады? Ол біріншіден. И қазір осы ажырасқаннан кейін жаңағыдай финансовый, экономический жағынан қатты дағдарыс болып жатыр. Түсінемін, ол да мысалға ол менің ответственностьім, өйткені мен өзім сол шешімді қабылдадым, ол мені қолдады сол жағынан. Қыздарға жалпы негізі айтатыным, сол
бірінші очередь егер де бала болған жағдайда финансы жағынан көбірек мән берсе, и жаңағыдай неге осы ситуацияда мысалға мен ол кісіні басында жақсы көрдім, неге қазір менде оған отвращение, сөйлеген сөздеріне, жасаған қылықтарына менде полностью отвращение, хотя жақсы адам, жаман адам деп айта алмаймын. Иногда мне кажется, что біздегі сол 9 жылдың ішіндегі отношениеміз көбінде манипуляция жағынан болды да, и каждый айтқан сөзі для меня уже подсознательно ойына манипулировать етіп жатыр. Сенбе. Манипуляция. Қазір ол өзінің пользасына бір нәрсе айтып жатыр. Сенбеші деп өз-өзіме всегда сұрақ тұрады. Енді ажырасқанымызға жарты жыл болды. Енді ол маған қазір қайтып қосылайық деп жатыр. Мен қазір финансы жағынан қиналғандықтан келістім, бірақ условия қойдым оған. Егер екеуміз қосылғанымызды қалайтын болсаң, екеуміз бірінші очередь психологқа барайық. Бірінші мен барайын, бірінші мен сұрақтарымды қойып алайын, сосын керек болған жағдайда екеуміз бірге барамыз. Бірақ ол міндетті түрде. Эмоционально жағынан да бұл жақта. И екінші сұрағым, қандай психолог таңдау керек именно осы ситуацияда? Негізі психолог таңдауда бірінші сұрақ эмоционально неден истощение болады? 9 жылдан кейін. Енді отбасылық коммуникация бізде ақсайды ғой, өте көп жағдайда. Жүріп, сіздер көп жүрдіңіздер ма? Біз былай айтқанда 6 жыл үйлендік, 3 жыл жүрдік, то есть общий 9 жыл болды. Баламызға қазір 6 жаста. Неше жаста бастап жүріп бастадыңыз? Мен 21 жасымда жүріп бастадым. Жастар ғой қазір. Жалпы мынандай бізде коммуникация, қарым-қатынастағы коммуникация осы сала өте қатты ақсайды. Біз мысалы ер жігіттер, олар ойлауы мүмкін, мен отбасыда мен еркек болғаннан кейін менің ғана айтқаным жүреді дейді да. Екінші жақты тыңдау керек деген нәрсені ол өзінің тәрбиесінде, ортасында естімеуі мүмкін. Соответственно, ол систематично жылдар бойы игнорирует әйелді. Әйелде де, мысалы, оның тәрбиесінде дейді, еркектікі дұрыс. Үнің шығарма, тыныш отыр дейді да. В итоге екі үйде бірге тұрасыңдар, бірақ тұншығасыңдар. Екеуің вроде бы должны сесть вот так вот сесть и поговорить, бірақ әрқайсының ішінде бір определенный бір тормоз тұрады да. Анау өзінің күнмен отырады, менікі болады, не үшін сенімен сөйлесуім керек, басымды қатырма, мен айтқаным болады. Анау отырды да, мен оныкі дұрыс шығар, менікі дұрыс емес шығар деген сияқты. В итоге коммуникация жоқ. И ұзақ уақыттар жаңағы тұншығып жүргеннен кейін сосын андай мәселе ғой, уже қазір ажырасқан кезде сендер ол қарым-қатынастан шықтың ғой. И уже сол өткен 9 жылына қараған кезде ты думаешь, я была не права, он был не прав, у тебя начинается это отторжение. Психологқа міндетті түрде бару керек. Неге дейін бармадыңыздар? Ажырасу туралы ой келген кезде неге бірге бармадыңыздар? Неге бармадық, білмедім, ол жағынан көп ойланбаппын. Енді мен жалпы негізі психологияға қызығып жүргенім осы бір максимум бір жыл болған шығар. Соны кітаптар оқып деген секілді. Сіздердің мысалы подкасттарыңызды қарап, ажырасқаннан кейін ажырасуға уже аяғы жақындағанда примерно. Мен уже сол нәрсемен эмоциональный жағымен кішкене жұмыс жасай бастадым. Біздің комментаторлар айтады да, психологтар ажырастырып жатыр деп. Коучтар ажырастырып жатыр деп. Бізден көреді мысалы. Кеше мен сол тоже сіздердің осы последний шығарылымды жолдасымен көрсетіп жатырмын ғой. Четверг күні барамын осы кісілерге деп. И мен бұл жақта айтып жатырмын тоже ол кісіге. Бұл кісілер айтпайды, ажырасыңдар деп. То есть бұл жақта қыздардың да, еркектердің де минустары мен плюстарын өздерінің көздеріне көрсетеді деп. И бір Роза ханым сіздің бір отрывок көріп қалды да, ой, что-то білмеймін дейді да. И сұрашы деп қояды. Почему неге мысалға әйел үйде отырып, тамақ істеп, бала туып отырып, еркек үйге келген кезде әйелі күліп қарсы алады да, ал еркек үйде балаға қарап тамақ істеп отырса, әйел кірген кезде неге бетін тыржитып кіреді? Осы еркектерден сұрау керек. Патриархат пен матриархат неге бір-біріне осы жерде сәйкес келмейді? Соны сұрап білші. Сол сұрақ сәл не по адресу да, оны тексере сұрау керек та. Соны есіктен тыржиып кіріп тұрған кезде сұрау. Әлеуметтік мәдени конструкт қой, әркімнің басында отырған. Үйдің жұмысы, әйелдің жұмысы деген нәрсе еркектің де басында, әйелдің де басында отырады да. Әйел сыртқа шыққан кезде демалып келеді үйдің жұмысынан. Вообще көп әйелдер неге жұмысқа қашады? Иә. Жұмысқа барып боянады, жұмысқа барып шай ішеді, кішкене расслабляется. Потому что үйде сен постоянно стресстесің. Каждые 2 минуты, каждые 2 секунды запрос. Баладан, туған туысқаннан, тамақ істеу керек, басқа үлгермейсің да, сама менталка шаршайды.
екінші, үшінші смен ғой мәселесі. Ер азаматтар олар қалай өседі? Бұл жұмыстың бәрі менікі емес деген сияқты. Негізі у мужчин есть такая некая слепота. Олар көздің біреуімен ғана көреді. Мына жақта тамақ қалай келіп жатыр, үйдегі береке неден. Осы жыл 30-те жаңа жылда көрдім ба? Өте көп болды. Мен бұрын ойлайтын едім, бала кезімде мен ойлайтын едім, жаңа жыл бұл мандарин, елка, сондай мереке деп. На самом деле жаңа жыл бұл мама екен деп. Мамасы қайтыс болғандар айтады, неге? Немесе үйінен кеткен айтады. Өйткені әйел атмосфераны жасайды. Бүкіл үлгереді, тамақты да, сыйлық да, бүкіл менеджмент. Бұның бәрі микроменеджмент. Ұзындығына дейін барлығын өлшейді. Барлығы қонақтардың өзі күліп қарсы алуы, бірінен кейін бір тамақтар келіп жатыр, жиналып жатыр да. Осының бәрі бүкіл микроменеджмент әйелдің мойнында болғаннан кейін бұл жұмысты еркектер көрмейді, вот это слепота у них. Они думают, как будто еда сама появляется. Ал негізі сондай үйде бір күн сол бір жаңа жылда шешесі ештеңе істемей қойса, сразу білінеді. Бардак будет, да? Ер азаматтар кішкене объективно қарау керек та. Үйдің жұмысы бұл өте ауыр жұмыс. Осыны бөлісе алса, әрине түсінісуде болатын еді. Но көбіне олай емес қой. Вот сейчас непонятно из-за чего вы развелись. Вот эмоционально деп жатсыз ғой. Мүмкін сол коммуникация болмаған шығар. И мысалы сіздер некені просто я думаю, что үшілі бәріне қызық болатын шығар деп ойлаймын. Осы отбасыңызды, некеңізді алып қалу үшін не істедіңіздер до? Разговаривали, туысқандарды ортаға салдық, семейный совет жасадық, психологқа бардық. Не істедіңіздер? Онда туысқан дегенге не істемейді. Психологты мен өзім енді айтып жатырмын ғой, негізі көбінде әйел жақтан инициатива жүреді ғой жалпы. Ал бізде бракты сохранить ету үшін бізде разговор. Бірақ мен өзіммен эмоционально жаңағыдай шындық шықпайды. Мен өйткені ойлап тұрам, қазір мен бұл кісіге айтамын, өзімнің ойымдағы, я его, то есть он обидится, или болмаса мен қазір он меня начинает, на меня начинает нападать, например, то есть мен өзімді қорғап қалғым келіп тұрады. То есть мен ашыла алмаймын полностью. Вы боитесь его? Вы до сих пор его боитесь? Не доверяю больше всего. А неден басталды ол? Просто так 9 жылдан кейін такой, нельзя доверять деген жоқсыз ғой, бірдеңе болды ғой, значит. Мне кажется, это, білмеймін, накопительный момент ситуациялар сияқты. Өйткені мысалға басында екеуміз бірге жүрген кезінде, мысалға жұмыссыз қалып кетті, мен біраз жыл бойы мысалы өзім жұмыс істедім, оны көтерейін деп. Одан кейін жаңағы ковид болды, я тоже жұмыссыз қалып кеттік, ол кезде тоже өзім жұмыс істедім. То есть в какой-то степени еркектің рөлін өзім атқардым да, и ол үйде біраз отырғаннан кейін мен оны еркек ретінде көре алмай қалған сияқтымын. То есть менің көзімде уровень кішкене түскен секілді. И потом мен оны қайтып жоғарылата алмай қалдым. Өзімнің көз алдымда. И потом в большей степени мен жағынан неуважение болатын оған. Артыңды неге жинастырмайсың? Неге кружканы қойып қоймайсың? Төсегіңді неге жинамайсың? Хорошо, он сидит дома, когда вы работаете, и он домашние дела не делает, все равно ждет, когда вы будете делать? Нет, делал. То есть для меня, то есть это еркекке тән зат емес секілді көрінетін. Вот осы нәрсеге сен қалай қарайсың? Вообще жалпы да, мысалы әйелдер очень сложно понять женщин. Сендер бүйтіп айтасыңдар. Еркек ол еркек болып қалу керек дейсіңдер. Но при этом вы хотите, чтобы он помогал по дому. Бір жағына қарай шықсаңдар күшті болатын еді да, қыздар ше? А то байғұстар талтайып жатыр жүрді. Мысалға элементарно. Мысалы да, неге ер азамат үйде көмектессе, үйдің жағдайын жасаса, сен мен көзіме еркек болып, қатын болып баратсың ше дейсің да? Жоқ, негізі мынандай, опять-таки да, мен айтқан кезде да, барлығына екінші, үшінші сменнің осы жұмыстың құндылығын біліңдер деп мен не үшін айтамын? Біріншіден, өзіңе түскен жүкті түсіну керек, біріншіден. Екіншіден, осы жұмысты еркекпен бөлісе алу. Еркекпен сен бөліскен кезде неге ол еркек қанаттан түсіп қалады, мен соны түсінбеймін. Сосын отбасыда мысалы әртүрлі нәрсе болады. Бізде сәл мысалға да вы должны быть договоренности. Осыны мен эфирлерде көп айтамын. Үйленген кезде договоритесь. Қанша уақыт жұмыссыз үйде отырасыздар? Это не декрет. Мысалы, бала қараумен 2 жыл үйде біреуің отыру керексіңдер. Бала садикке барғанша. Не еркек, не әйел. Қазақстан Республикасында заң позволяет еркекке тоже сидеть. Не еркек, не әйел біреу декретте отыру керек. Да? 2 жыл, немесе 1,5 жыл. Это надо оговаривать. Бірінші, егер бала болмаса, басқа себепті жұмыссыз үйде, әйел болсын, еркек болсын, қанша уақыт үйде отыра аласыңдар? 3 ай, 6 ай. Соның көлемінде ол шығу керек. Шықпады ма, болды. Извини, я не могу тебя дольше кормить. Бізде семейный бюджетте ақша жетпейді саған. Кіріс керек дейтіндей. То есть вы должны это оговаривать не так, чтобы да, мужик лежит на диване годами. Ой, отағасы, ой, анау. Срок, әр нәрсенің дедлайны болмаса, вот это вот начинается. Конкретика. Хорошо, да. Вот үйде отырды, қанша уақыт отырды? Ковидте бәрі үйде отырды. Оған не дейсің енді, мысалы үшін? В совокупности, примерно, если бы есептейтін болсақ, 3 жылдай. Это много. Это много. Ты что 3 года мужика бала кормить? өсіп кетті ғой десең.
жоқ мен үш жылда әйелдер 2 рет декретке шығып ортасында жұмыс істеп үлгереді ғой. иә Это много. Енді қазір қайтадан қосылып жатсыңдар, потому что он начал работать. Он в целом, то есть уже работает уже давно. Енді маған просто ол қазір ол жақтан келетін көбінде финансовый поддержка болғандықтан, и бір жағынан өзім ойлаймын, неге осы отбасын сақтап қалмасқа? Егер ол кісі мені жақсы көріп тұрса. Кішкене сәл ертерек қою керек еді, но нормально, жарайды, ертең кеш жақсы. Главный сұрақ келді сізге, может сізге ерте келеді, біреуге кеш келеді деген сияқты. Главный сұрақ келді. Но қыздар, егер басыңызда жалпы ажырасу туралы сұрақ пайда болды ма, бірден психологқа бару керек. Да. Сіз өзіңіздің состояниеңізді түсіндіріп отырған кезде сіз білмейсіз, сізде бірнеше себеп бар. Вроде эмоционально суып қалдыңыз, біресе мынау қатын болып бара жатыр, біресе андай мындай андай уже білмейсіз да, сол моментте сізге тек қана психолог көмектеседі. Көрші емес, подружка емес, жаңағы там біз емес, әлеуметтік желі емес, андай жасыл нәски кисең деген нәрселер емес, сізге маман керек кәдімгідей, екеуіңізге бірдей. Қандай психолог негізі таңдау керек критерий бойынша? Психологты таңдау керек. Көп психологтар бірінші сессияға көбіне жеңілдік беріп атады. Ваша задача выбрать того, кто комфортный будет. Не факт, что мысалы бірінші психологты қарадыңдар, что-то ұнамады ма, меняйте. Уже бірінші сессиядан кейін меняйте. Көбісі бір рет психологқа алғаш рет барғаннан кейін ұнамаса да осындай болғанша нормальный шығар дейді да, ағырай тістеніп отыра береді да. Нет. Вот бірінші сессиядан кейін көңілден шықпады ма, хорошо, иногда можно дать шанс екінші сессияға да, но если это остается тенденция, басқасына бару керек. Не көп, қазір психологтар көп, әртүрлі сервистер бар. Міндетті түрде инстаграмдағы психологтар емес, әрине это должны быть клинические врачи көбіне, мамандар болу керек. Өте көп, бұл жерде мен жарнама жасай алмаймын, но негізінде қарап, іздеп қарауға болады. Көргеніме қуаныштымын. Мысалы, сіз айтып отырсыз ғой, психолог ұнау керек дейсіз. Бірақ та шындық адамға ұнамайды. Шындық ауру болады. Мына жердегі көп себептер біздегі қазір проблема ортақ қой бәрімізде қоғамда. Адам жұмыс істемейді жалпы өз-өзімен. В общем, проблеманың бәрі содан. И Лудаман тоже, мен дос балам бар, Лудаман. Ойнайды, мен оны қабылдадым. Енді досымға араласып жүрген. Жақсы көремін енді. Не ғой андай? Бала кезден бір көстің деген сияқты ше. Енді ол әркім проблемасы просто бұл жерде проблеманың бәрі өзімізде. Шешу керек, чисто қыздар. Психологтың темасы ғой, кешірім сұрайын. Жалпы айтатыным сол андай шындық ұнамайды менің ойымша. Жоқ, шындық қандай шындық ұнамайды? Енді мысалы сіз айтасыз. Мысалы оған айтады, сен оңбағансың десе, кет қаласың ба? Жоқ, мысалы психолог оценка бермейді ғой. Психолог вообще бермейді. Совет береді ғой. Совет те бермейді. Совет бермейді. Совет берген психологтан сразу қашып кетіңдер. Жоқ, енді қара психологтар, жақсы психологтар вообще жоқ былай айтқанда. Жоқ, енді аз бар. Қанша адамға бар? Мен 3 айтап бере аламын біз. Мысалы 100-ден 3 бар шығар, базар жоқ. Бірақ та аз да психологтар ше. Психологтар аз. И мысалы көбісі мына жерде мысалы біз барамыз ғой біз. Бір не қалай айтса болады, біздің не ғой өмірімізше бір драма. И ананы драманы күшейту үшін кейбіреулер қолайтын сияқты бір проблеманы қазып бүйтіп ше. И мен оны өзімнен де байқаймын. Сен психологқа бардың ба? Жоқ, мен психологқа барамын. Психологический кітаптар оқимын, но енді жоқ, маманға бару керек. Жоқ, маманға бару керек, мен бармау керек деп тұрған жоқпын, обязательно бару керек. Тем более ол шындық айтпайды. Нормальный психолог. Нормальный психолог сразу больді айтпайды, дұрыс айтасыз. Больді айтпайды. Вообще ештеңе айтпайды. Кеңес айтпайды. Сен оңбағансың, немесе сен жақсысың демейді. Ол сенің запросыңмен ғана жұмыс істейді да, определенный упражнение беруі мүмкін. Ол тек дұрыс сұрақтар қояды. Психолог дұрыс сұрақтар қояды. И сол сұрақтармен, вот қыздар, мен үш психологқа барған адам ретінде айтайын. Мен 3-ші психологта мен уже өзім проблемамды түсінген кезде мен 1 сағат алдында тупо үндемей отырдым. Ол маған сұрақтар қойды, сен осылай істедің ғой. А сен неге мына осындай кезде қандай сезімде болдың? И мен үндей алмаймын. Мен білдім, уже сол кезде түсіндім. Мен 3-ші психологта мен өзім проблемамды түсіндім. Сол проблемамен сол моментте жұмыс істей бастадым. Ол ондай болмайды. Сен так ана жерге барып, мына кітапты оқып, сен мына травмаңнан сен сондай болып кеткен. Кішкентай кезінде саған сөйткен, мамаң жатқан ғой сен, травмаң бар сен. Вот, ондай психолог емес. Олар просто наводящий сұрақтар қояды. Сенің басыңда кирпичиктер қаланады. Ойлаңызшы, сіздің осы уақытқа дейін 20 жыл, 30 жыл өмір сүріп келе жатыр, сіздің ішіңізде қаншама тарих жатыр. Күнде әртүрлі мәселелерден құралатын тарихыңыз бар. И сол тарихыңыз сіздің ішіңізде бүйтіп жатыр, кәдімгідей. Балаңыз бар, күйеуіңіз бар, оның бәрінің тарихы қосылып кеткен. И
психолог ана наводящий сұрақтарды қойған кезде сіздің басыңызда кәдімгі үй қалаған сияқты кірпіштер бірінің соңынан бірі и сен өзіңді түсіне бастайсың. Мен осындай, менің мынандай шешімдерім мына нәрсеге әкелген екен ғой. И реально солайынан болады. Менің бір нәрседен ашулана беруім мысалы, немесе бір нәрсеге ғана көңіл аудара беруім менің өмірімде қандай точкаларға алып келді деген сұрақтарға жауап бере бастайсыз. Ешқандай психолог сізге так, бүйт, сөйт деген нәрсе айтпайды. Егер андай ойындар ойнатып, қуып кететін болса, жаңағыдай сен детская травмаңа түсейік десе, уже все. Ол психологтың өзіне психолог керек деген. Номерін бере аласыз ба? Психологтың номерін? Мен маған жекеге жазыңдар, мына жерде просто реклама жаза алмаймыз. Жақсы психологтардың аттарын айтып бере аламын. Мен балам 1,5 жасынан бастап психологпенен жұмыс істейміз кәдімгідей. Балам да сәл не бола бастатын болса, өзі даже бүйтіп айтады маған қазір, мама, мен қатты ашуланып тұрмын, ашуымды қайда шығаратынымды білмеймін дейді. 9 жастағы бала өзінің эмоциясын уже түсіне алады. А сіз қазір міне нешедесіз, 30-ға келдіңіз, 30-ға келіп, әлі сіздің басыңызда қандай эмоция бар екенін, оны неге сезіп тұрғаныңызды білмейсіз. Өйткені бізді кішкентай күнімізден айтады, ешкімге айтпа, өзің шеш барлығын, өзің ақылды бол, өзің шеш деп. Менде даже андай нелер болған, приколдар. Маған ақыл айтыңызшы дейді, мен айтамын, ақылды бол деймін, болды. Бізде өмір сөйтіп айтады жаңағыдай, ақылды бол, сен дана бол, сен. Оның барлығы бізге үйретілу керек негізі. Бала эмоциясын кішкентай күннен бастап танып үйрену керек. Бала кішкентай күннен бастап өзінің тәні не қалап тұрғанын, ойы не қалап тұрғанын түсіну керек. Біз өйтіп түсінбейміз. Но, жаңа айтып отырмын ғой, ештен кеш жақсы. Сіз уже ойландыңыз. Менде проблема бар дейсіз уже, Уже сіз күйеуіңізбен бірге барасыз, шешесіз. Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Сондықтан онда тұрған ештеңе жоқ. Жаңағы ең басында сөздің айтып отқаным, ажырасу туралы ой келді ме, бірден психологқа бару керек. Или с партнером, или без партнера. Бару керекті, ойлану керек. Мүмкін сіздің проблемаңыз вообще ажырасуда емес. Мүмкін сіздің проблемаңыз ол адамнан бөлек тұруда емес, а сіздің бір кішкентай ішіңіздегі қалауыңыздың дұрыс орындалмауынан болып жатыр. И все. Ажырасу вообще шешім емес негізі. Ажырасу шешім, если ол реально абьюзер болатын болса, жаңағыдай лудоман болатын болса, тағы немене, жаңағы ұрлық, қарлық, қылмыскер болатын болса, ол ажырасу, Ал басқа жаңағыдай тек қана осылай түсемей қалдым деген кезде бірінші кезекте психологқа бару керек. Просто выгорание болуы да мүмкін ол негізі. Да. Сондықтан давайте келесі сұраққа көшейік. Микрофон сізде ме? Мына жаққа. Вообще, жаңа айтып отыр ғой, дискриминация. Некедегі дискриминацияға қарсымын. Старайтесь не дискриминировать друг друга, потому что я за то, чтобы некеге кірген кезде партнер болып кіру. Бизнес-проект ретінде қарау керек та. Мынау бизнес-проект, біздің отбасымыз бұл бизнес-проект. Бізде ішінде 2, немесе 3, немесе 4 инвестиционный проекттер шығады ол балалардың. Ол инвестицияны ату-атпауы екіталай. Все зависит от того, сен қандай уақыт, қандай ақша, қандай білім, қандай тәрбие. Это вот инвестиционные проекты. Инвестиционный проект бала ғой, оның атуын сен қалай білесің? Ол ертең осы ересек өмірге өз басымен кетсе, значит, ол проект атты деген сөз. Ал егер жаңағыдай мойныңда қалатын болса, сен жас 25-ке 30-ға келгенше оның проблемасын алып сүйрейтін болсаң, өз өмірін өзін сүре алмаса, значит, проект атпады деген сөз. Бізде көбісі ойлайды да, проект қай кезде атты, онда ойбай, мен балам министр болса, мені сүйресе, сол атты деп. Нет. Проект атады қай кезде, когда сенің балаң өзімен өз болып кеткен кезде. То есть кез келген отбасыға мен больше бизнес-проект ретінде қарар едім. Да, ты смотришь, да, два партнера, вы очень ответственны, и каждый разделяет свою зону. И ол жерде жұмысқа бөліп, әйелдің жұмысы, еркектің жұмысы деп бөлсең, тоже неправильно. Жаңағыдай, егер еркекте жұмыс болмай қалған кезде, сен еркек емессің, банана деп айтқаннан смысла нету. Бывает так, что мысалы 20-30 жылдық өмірде еркек, немесе сіз мамандық ауыстыруыңыз мүмкін. Заман сондай. Қазір 2 жыл сайын мамандық ауыстыру керек болып отыр да. Мен күйеуім мамандығын ауыстырды. У него было время, когда он очень мало зарабатывал, өйткені мамандық ауыстырды, надо было ждать. Мен сол кезде еркек емессің ба деп айта алмайсың олай. Қалай айтасың? Сен объективно көріп отырсың, человек старается сен көз алдында. Ол мамандығын ауыстырды, оқыды қайтадан. Сосын практика жинап жатыр, өте аз айлықтан көтеріліп жатыр. Сен оны көріп отырсың, сен ондай кезде отырып, сен еркек емессің, банана дегеннен ол қолдау болмайды. То есть это партнерство должно же быть, да? А не так, чтобы бізде айтады, сен күйеуіңе партнер бол деген кезде, не так, чтобы он 3 года лежал на диване, простите. И сен оның артынан жүресің, нәскейін жина, есікті жап, ана ваннаны сүрт деген сөз. Это не партнерство. Это сен өзің туған балаға плюс тағы бір бала қосып алдың. Неке бұл өте жауапты зона, үлкен проект. Еще өздерін жейді ғой, мен шабыт бере алмай жатырмын бұған деп. Да, дело не в этом. Если ты объективно видишь, что мужик не работает,
Он не участвует, да, не бала тәрбиесінде, не үйдің тірлігінде, не туған туыспен қарым-қатынаста, не жұмыста он не участвует. Смысл с таким партнерство делать? Бұл жерде бәрінде ажырасуға үгіттеп жатқан жоқ. Но когда люди это видят, понятное дело, что вот бір адам таскать етіп жүре алмайды, бір ересек адамды, еще бірнеше балаларды. Это сложно. Но у нас большинство женщин живут так. Это их выбор. Никого не осуждаем. Кеш жарық. Менің сұрағым, мен ажырасқаныма почти 10 жылдан асты. Менде қызым бар. Қорқыныш екінші бірақ құруға. Мен бірінші рет өзім үшін емес, қызым үшін. Қазіргі заманда педофил анау дегендер көбейіп кетті ғой. Сол үшін қатты қорқам. Қалай қорқынышымды жеңуге болады? И бір қызығы мен туысқандарым бүйтіп айтады: күйеуге шығатын болсаң, қызыңды әке-шешеңе тастады, шыға бер дейді. Зат сияқты көреді да, бүйтем. Мен неге тастаймын? Мен қызым үшін өзім тудым, өзім бағам, неге мен тастауым керек деп айтамын да. Спокойно айта салады, зат сияқты. Сіз тұрмысқа шыққыңыз келе ме? Қазір келеді. 10 жылдан кейін ашылып жатыр желанием. 10 жылдан кейін травмаңыз жазылды ма? Біріншіден кейінгі. Мен ештеңе айта алмаймын. Мен тұрмысқа шыққым келмейді. Че там я уже все повидал деген әңгіме ғой менікі. Что там интересного деп па? Мен наоборот андай құтылғаннан құтылған. Гарантия жоқ шынымен. Иә, ол гарантия. Балаға тиісу, тиіспеуі, даже әке-шешеңе бергеннің өзінде ол жақта кім қарайды оған? Иә. Ол жақта да қараусыз қалса қызға. Қазір қиын осы мәселеде, білмеймін, енді ол егер тұрмысқа шығатын еркек психдиспансерге барып жаңағыдай не тапсырып тексерістен өтсе, білмеймін ғой, не істеуге болады ондай нәрседе? Ол как ты думаешь, если провести такой мен мысалы просто теоретически тұрмысқа шығам деп жатқан жоқпын, сразу айтамын. Просто теоретически мен біріншіден болашақ партнерымменен айтатын едім: мен міне баламменен тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Сен оны 100% мені қалай қабылдап жатсың, ол баланы тура солайынан қабылдауың керек. Ол сенің де балаң болып есептеледі, болды. И оған ешқандай жаңағыдай финансовый қысым көрсетпейсің, ол ешқандай эмоционалды қысым көрмейді. Тура мені қалай жақсы көресің, менің балам солай жақсы көресің. Енді еркектердің арасында мынандай бір миф бар ғой, әйелдің өзін жақсы көрсе, оның баласын да жақсы көреді деген миф бар, бір білмеймін, ол қаншалықты. Ну, может, поэтому мужчины, когда разводятся, они разводятся с детьми тоже. Иә, сол. Алиментті бермейді оған. Бұл әйелден туғандар менікі емес. Менікі емес ол. Все, новый қатынанам, соған үйленемін, содан туған бала. Новый қатыннан чистого листа жасаймын барлығын. Менде еще ондай, ішімде екі адам өмір сүретін сияқты. 50-50, жарты бір жағынан күйеуге шыққың келеді, бір жағынан шыққың келмейді. Психологқа бардыңыз ба? Сырттағы адамдар тоже вилять ететін сияқты. Мен даже қазір қызым айтады: мама, сен күйеуге шықтың, маған бөпе туып бер дейді. Сол да мен кішкене вилять ететін сияқты, бірақ ішімде тағы бір адам отыратын сияқты. Жоқ, шықпа, не надо, қазіргі өзің состояние. Онда психологқа бару керек сізге, жаным. Жетіп жатыр деген сияқты. Жоқ, сіз нешедесіз қазір? 32-ке толамыз скоро. Жаным, ол самый раз әйелдің жаңағы қалай дейсің, эмоционально, жаңағы өзінің тәнін түсінетін, өзінің жанын түсінетін уақыттасыз қазір. Сізге тұрмысқа шыққыңыз келетін шығар, мүмкін. Оны бірақ сіз психологпен шешуіңіз керек. Ол бірақ сіздің анада балаңыздың в порыве, эмоциональном порыве, мама, мен бөпе хочу деген вообще сенбеңіз. Ертең бөпеңіз туғаннан кейін мен сенен сұраған жоқым деп айтады. Қуасың ба, мама, мен 10 жастамын. Мысығап бердік. Өзің қарап жатсың. Өзіміз қарап жатсың. Мен солай мысалы. То же самое. Тут мысық, тут ребенок. Вы чё? Менің балам бір күні мысалы бөпе көрген күні, бөпе хочу дейді да, екінші күні өзіне ойыншық жетпей қалған күні. Это вообще ол баланы тыңдау. Ой, никогда не опирайтесь с женщиной. Ана жаңағыдай өзің әлі физиологиялық тұрғыда дайын болмасаң, жаңағы кем тата бөпе туайық деп аты деген сияқты. Нет, женщина должна решать, насколько 100% не бар ма, да. И бала сөйтіп айтты, балам бөпе туып бер деп айтты деген, это очень такое вот. Это очень детское решение. Это детское решение. Бірінші кезекте сізге психологқа бару керек. Ол андай болуы мүмкін, бізге айтады барлығы ше, негізі комментарийда ылғи психиатрға бар, психологқа бар деп айтасыңдар, басқа ақылдарың жоқ дейді. Бірақ 90% проблеманы негізі сіздің басыңызда. И сол 90% проблеманы басыңызда қойып алған кезде, шешімін көрген кезде ғана бар, бір әрекет ету керек. Ал тұрмыс әсіресе, екінші рет тұрмыс тем более. Сондықтан бірінші кезекте психологқа барып, кәдімгідей мен шыққым келе ме, шын мәнінде не үшін шыққым келеді, мен одан қандай қаржылық, моральдық, өмірлік пайда көрем, зиян көрем, соның бәрін басыңызда өлшеп танып алу керек. Саламатсыздар ма? Сәлем. Мен просто мына келіншектің айтқанын тыңдап отырмын да, қызыммен күйеуге шығуға қорқамын деп отыр ғой. Мен өзім бір қызбен күйеуге шыққан адаммын. Қызым 2 жаста болды. Басында бәрі жақсы болды. Кәдімгі жақсы көрді,
қызындай көрем деп сөйтті. Сосын өзінің қызы туылған кезде екінші рет бөле бастады. Ол білінеді кәдімгідей. Сөйтіп келе мен қатты психовать ететін, сол моменттен біздің отношениямыз кәдімгідей құртылды. И элементарно біз бүгін апардық екі қызды қыдыртуға. И өзінің қызына көп көңіл бөледі. И мен всегда айтамын, сен хотя бы мен қызыма қара. Хотя бы мақтап қой. На самом деле уже мен қызым үлкен ғой, 10 жасқа келді. Бірақ сонда да үйленетін, күйеуге шығатын кезде ойланып шығу керек екен. Потому что по-любому мынау жүрегіңде тұрады да мына бірінші қызың. Бірінші қызыңыз өзінің әкесімен араласпайды? Араласады. Может, сол араласқаннан кейін бөлемен кейін деп ойлаймын да, оның басында оған да қырылдық талай. Бірақ әлі күнге дейін мен қызымды қабылдай алмайды. Мен айтам, сен елдердің баласына жақсысың ғой. Біреудің баласын көрсе, өте деп, біз бәріміз сондаймыз ғой. Неге сен қасында тұрып жатқан қызды бауырыңа баспайсың деп әлі күнге дейін ренжимін. И біз сол үшін қазір содан басталған темаға, одан кейін ақша кетті, ажырасайын деп жүр. Бірақ мен аяймын ол кісіні ше. Өзімді де ойлаймын, мен бір рет бала тудым, екінші рет тудым, үшінші рет тағы да жүрем ба деп ше. Сол үшін андай сенімсізбін да. Мен де мындай сұрақ қойшы. Мен сұрақ қойшы. Мысалы, екінші рет үйленген кезде, бірінші некедегі баланы ол еркек, әке оған болуға міндетті ма, міндетті емес па? Негізі міндетті емес. Міндетті емес. Почему вы этого ожидаете? А онда неге басында өтірік бәрін көрсетеді еркек адам, и получается мы одеваем розовые очки и к этому верим. Я всегда говорю, ты не обязан. Жоқ, бұл жерде ақтап жатқан жоқ, мысалда еркектер де сөйтіп ойлауы мүмкін ғой. Ол дұрыс, как бы экологично. Негізінде взрослые люди, пожалуйста, если вы мен ойлаймын да былай, ожидание болмау керек. Ja, сенің балаңа, сенің жаңа әйелің шеше болмайды, жаңа күйеуің әке болмайды. И оны ожидать етудің өзі бұл үлкен проблема. Может быть, в роли дяди, старшего брата деген сияқты үлкен сондай адам ретінде, бірақ енді жаңа айтып жатсыз ғой, басында сөйтіп айтты, ойбай, өзім қызындай көремін, но тогда у него своего ребенка не было, он же не знал, как это быть. Нет, хотя бы болады ғой, но қарындасы ретінде. Или как вот бывает же, вот с ребенком разговариваешь же, ол тупо, когда у меня дочка, например, задает вопросы, если меня нет, вообще игнорирует. Или может голос поднять. Ну, руку не поднимал, конечно. Я думаю, что здесь проблема не в ребенке, а вас в двоих. Сіздердің екеулеріңізде айтылмаған әңгіме бар. Іштей айтылмаған әңгіме. Ол да бір ішкі бір ойларын сізге айтуға қорқады, ренжітуге. Сіз де бірдеңелерді айтуға қорқасыздар. В итоге вам надо проговориться. Ана екі баланы тастап екеуіңіз бір жаққа барып қыдырып келесіздер ма, бір білмеймін, жылап, бір қатты ішіп қуып, бір ұрсып деген сияқты. Не знаю, к психологу сходите. Жоқ, мен 1,5 жыл болды, вот продолжаю. Ажырасқым келеді, разводқа берем дейді, но өзім тоже... Развод не выход. Не, развод не выход. Здесь коммуникация. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді ол екі баламен шығып кетесіз, жарайды, ажырасасыз. Что дальше делать? Я думаю, что балаға әке болатын үшінші әке іздемейсіз ғой сіз. Вот. Поэтому қазір шешуге тырысу керек. Дискоммуникация деп ойлаймын. Потому что ожидание... Еще есть в браке финансовые проблемы. То, что он тоже на нее оформил кредит, как бы, который не оплачивает. Сондай бар ма? Бар, да. Сізде ма? Сол үшін ажыраса алмай отырсың ба? Нет, донеси то, что это не могу. Мен бүкіл ана картинаны көрмегесін мен түсініп жатқан жоқпын. То есть там вопрос не в ребенке, да? Да, не в детях, получается. Все в кучу. Каша. И вы сейчас вот баланы просто себеп қылыватсыздар. И вы сейчас оның ана қарыздарын өтей алмай жүргенін сіз мынау балаға неге назар аудармайды деп соған срываетесь. Вам надо к психологу вдвоем. Картинканы ше полный көру керек та. Вот так надо отойти немножко из этой ситуации и посмотреть полностью. А то қазір бір пазлдың біреуін көріп алып, так, мына оң жағыма, сол жағыма деп отырмыз. Мына жерде осы жердегі көрерменде де ойлап қалуы мүмкін да, это из-за ребенка вы не можете как бы понять друг друга. Мен де сөйтіп ойлап қалдым, да? Что баланың кесіріне сөйтіп не істеп. А на самом деле там в кучу другие проблемы тоже, да, вместе. Нет, вначале было вот насчет ребенка же, кредиты же появились потом. Ну, как бы это все как бы ухудшило вот этот жилищно-бытовые условия. Имеется в виду. Изначально было как бы то, что это моя подруга, как бы не может собраться. Сейчас я все знаю. Нет, все нормально, все нормально. Видишь, эмоции вот прямо кетіп жатыр адамда. Интересно, вот это вот отбасыдағы дискоммуникация, коммуникацияның болмауы арты үлкен экономикалық та проблемаларға алып келеді. Эмоциональный, сексуальный и экономикалық проблемаға. От того, что вы не разговариваете, бір-бірлеріңе ерексесіңдер, бір-бірінің алдында маска ойнайсыңдар, тағы бірдеңе жақсы болғың келеді. Вот, күмәнданып тұрасың, допустим, у мужика такая бредовая идея. Бизнес ашамын,
давай кредит аламыз деген кезде сен ойлайсың да, бірақ айтылмаған көп әңгімелерің бар да, ортада ашылмағанша, ты думаешь, может быть, осы кредит әперсем нормально болып кетеміз ба дейсің да. И уже әңгімелерің дұрыс емес қой. Сен кредитке кіресің да, ол кредит төленбейді. Хуже сделаете. То есть вы пытаетесь лечить то, что вот әңгімемен, мәмілемен, іштегі айтылмаған нәрселермен, сол шиеленіскен проблеманы бұқсып жатыр ғой. Бүйтіп кішкене искра болып бұқсып жатады, әлі өртенген жоқ. Сен соның үстіне бар, бензин құясыңдар ғой, жаңағыда кредит, там, не знаю, еще что-то вы начинаете. Кто-то рожает детей. Вот на такой шаткие отношения, очень плохие отношения, кто-то рожает детей. Это самый легкий способ әйелдер үшін. Яғни проблеманың өзін, вот это дыру вы закрываете чем угодно, но не разговорами, не выяснением отношений. Надо выяснять отношения. Іштегі әңгіме айтылу керек, сыр болмау керек та. Сендер бірге жатасыңдар, бірге тұрасыңдар, бірге тамақ, бірге ақша табасыңдар, бірақ бір-бірге теріс қарап отырасыңдар да. Ана ғой, бәрін бірге істейді да. Но именно сөйлесу келген кезде сөйлеспеймін, ішімдегін біліп ал өзі. Да. Сен неғып мені сезбейсің ішімдегін? Сезсейші. На самом деле, вот этот вот дисконнект, дискоммуникация өте үлкен басқа да проблеманы артынан тартады. А бұл дисконнект үйленгенге дейін болса, вообще, извиняюсь, Нұрғали пикли же, я вам скажу. Мысалы, жүріп жүрген кездегі мақсат бір-біріңді тану ғой. Максимально тану. Әртүрлі ситуацияда. Поэтому біз айтамыз ғой, асығып үйленбеңдер деп ше. Максимально тану. Не так, чтобы, да, вот, ой, мен сыйлап тұр, үйтіп тұр, үзіліп, ойбай, осы подарка, анау, мынау деп жатыр, мен сыйлап жатыр, кафеге апарып жатыр, күшті деген сияқты. Екеуміз бірдей сериал жақсы көреміз. Это вообще не это, ол нәрсе емес. Әңгіме бойынша жақсы, бірақ тұрмыс адамды жеп қояды. Тұрмыстық өмір адамды жеп қояды. Тұрмыстық өмірде егер сендер команда болмасаңдар, онда ажырасасыңдар. Или теріс қарап 20-30 жыл өмір сүресіңдер. План А дедік қой. Давай возвращаться к теме, да? Жизнь после развода. Давайте обсуждать жизнь после развода. Какая она? У мужчины и у женщины. У меня кайф. Жоқ, мен негізі ходячий жарнамасымын ажырасқаннан кейін өмірдің. Бірақ үндемесем де жарнамалап тұрмыз. Бірақ жарнамалағым келмейтін ол нәрсені. Өте қиын негізі. Мен өзім қалағаннан кейін, маған, наверное, жеңіл болды ажырасуды қалағаннан. Кейбір әйелдер, мысалы, жаңағыдай екінші әйелге кетіп қалады, үшінші әйелге кетіп қалады, жаңағыдай лудаман болады, өз еркінен тыс ажырасады. Сондықтан ажырасу деген ол мүлдем оңай нәрсе емес. Мысалы, кеше маған бір қыз жазды тоже. Былай айтады, мен 18-де ойладым дейді. Жұрттың бәрі жігітпен жүріп жүр. Мен де жүріп көрейін деп ойладым дейді. Жүріп көрдім. Просто сүймей, жақсы көрмей, ешқандай жоспарсыз жүріп көрдім, ол мен алып қашып кетті. Жігіт ойлаған ғой, алып қашып кетті деп айтамын. Сен де алып қашып кеткен. Иә, мен 27-де алып қашып кеткен, мынаны 18-де алып қашып кеткен ғой. Білесіңдер ме? 27, жасы 30-ға таяған қызды. Маған сөйтіп айтты сосын ауылда ше, алып қашып барған. Бірде 75 қылып ше. Бірде 75 қалай деймін да, перизат. Жылап отырмын ғой мен. Қалай деймін да, перизат. Ауылдағы кісі айтады ғой, сен 27-десің ғой, неғып жылап отырсың? Сен қуануың керек дейді ғой. Мен сенен сұрадым ба, мен алып қашып кеттім. Сондай ғой. И жаңағыдай алып қашып кеткен, қазір бір баламен енді ажырасқым келеді дейді. И барлығы ойлайды, ажырасып кеткеннен кейін жаңағы бүкіл проблема шешіледі. Өйткені доза мужества ойлайды, күйеуге шықсам күшті болып кетеді деп ойлайды. Күйеуге шығып алады да, ажырасып кетсем бәрі күшті болады деп ойлайды. Ана өзімен ішіндегі бықсып жатқан проблеманы шешуді ешқайсысы ойламайды. Бәрі жаңағыдай ғой, сол жамаудың үстіне жамау, жамаудың үстіне жамау. Біздің сіздер ауылдарда өстіңіздер ғой, білесіздер ғой, біздің ауылдарда атамдар андай жақсы көретін, қораның бір жері тесіліп қалады ғой. Үстіне барады да бір шартақтап барып шегелейді, короче. Ол құлайды ғой, үстіне барып екінші шартақ шегелейді, короче. Сол сыртынан қарасаң, анау бір ұлы Қытай қорғаны болып тұрады жаны. Вот тура сол ғой біздің отбасылық өмірлер ше. Бір проблеманың үстіне бір проблеманы әкеп жамайды. Андай сосын проблемада андай жас отбасында проблема болып жатса, енесі келеді, мен шешіп берем проблемаларын деп. Ол одан сайын қырталанады. Сол сияқты. И сондықтан ажырасу вообще ол шешім емес негізі. Шешім бірінші мына жерде. Сіз ол жаңағыдай айтып отырсыз ғой, сіз
екінші күйеуге шыққан кезде, екінші әйел алған кезде, анау бірінші отбасындағы шешілмей кеткен проблемаларменен, балалық кезіңіздегі шешілмей кеткен проблемалармен үшінші отбасыға, екінші отбасыға барасыз. Сондықтан ажырасуға асықпау керек, ажырасуды кәдімгідей стратегически жоспарлау керек. Мен былай ойлаймын, мынандай мәселе. Согласна. Стратегически жоспарлау керек, дайындалу керек, жаңағы экономически айтылмау, морально-экономически вопростардың бәрін шешілу керек. Точно дұрыс отбасы болмайды, где есть игроман, алкоголик, наркоман и психически больной человек. Екеуінің біреуі осы 4 аурудың біреуіне шалдыққан болса, отбасы болмайды. Это проблема. Қалған мәселелердің барлығында екі жақта да отбасын сақтап қалам деген интерес болса, психологтар бар, басқа бар, шешуге болады. Кез келген проблема. Для этого вы должны оба хотеть. Не бывает такого. Некеде, мысалы, женщина хочет быть в браке, а он не хочет, не будет брака. Он будет номинально. Да. Елдің алдында айтасың, байың бар ма? Бар деп айтасың, да? То же самое. Вот, то есть, когда тащит женщина все, это сложно, но как бы брак, он будет существовать. Но если мы в идеале о чем говорим? Мы в идеале говорим о хорошем партнерстве, да? С которым комфортно. Бізде сондай иллюзия бар. Өте көп адамдар біледі, неке деген ол күшті, күнде күшті настроение деген сияқты. Брак это очень скучно. Хороший брак, он скучный. Күнделікті проблемаларды, экономикалық проблеманы шешу, бала тәрбиесін шешу, туысқандармен не, ана не істемесе, сосын әбден жұмыстан көп шаршап келген кезде, ой, бір-бірінің бетіне қарамай тикток қарап жатсаңдар, и от этого, если вы не обижаетесь друг на друга, это классно. Когда вы четко друг друга понимаете. Андай, сен мындайсың, міндетің мынандай деген сияқты әңгімелер, это ол әңгіме емес. То есть каждый раз говорить о том, что ты чувствуешь, и при этом ты понимаешь, да, ол адам сені түсініп жатыр, сенің ішкі сезімдерін түсініп жатыр. Вот это вот хороший брак. Но к этому быстро не приходит. 1 жылда емес, 2 жылда емес. Статистика бойынша ең кризисный уақыт бұл 3 жыл мен 7 жылдың ортасы некелер үшін. Егер осы кризистен өтіп жатса, өтпесе ары қарай болып кетуі екіталай. Вот этот момент, да, то есть коммуникация очень важна. И екі жақта сол некені алып қалуды қалау керек. Чаще всего маған келетін историяларда я вижу, что мужчины не хотят, они не спасают, не борются за брак. Жүгірмейді, да? Өзі кетті, қайда барады дейсің, ол атын деген сияқты, да? Они чаще всего не спасают брак. Мужчины не спасают брак. Но им тоже хреново, но они не спасают. Вот это вот плохо. Саламатсыздар, менің есімім Анар. Жасым 27, бұйыртса 28-ге келем. 2 ананың баласы, біреуі инвалид бала менде. 2 баланың анасымын де. 2 ананың баласымын деді. 2 баланың анасымын. Бір балам ерекше. Қазір 24-те жеті реабилитациясымен жүрмін, сбор, все дела. 2 қабат боларының алдында бізге ипотека одобрение берді. Бізге өзім 1-ші курс магистратура бітірген болатым. Соған Германияға дабл дипломы программға грант ұтып алдым. Бүткіл университеттен 3 адам алды. Соның ішінде бір қыз бала мен болдым. Енді қазір уже 2-ші жыл академический отпуск оформлять етіп жатырмын. Өйткені инвалид балаға енді круглосуточный надзор керек. Енді қазір күйеуімнің предлагать ететіні, сен осы жыл бітір отпускыңды и келесі жылға уже Германияға барып кел дейді. 1 жылға. Мен жақынырақ районға ауысып, онлайнға ауысып, 2 балаға да өзім қараймын. Сен немецкий диплом алып келесің и 2 жақтан жұмыс істеп, бірдеңке қылып 2 баланы аяққа тұрғызамыз дейді. Рациональный жақтан дұрыс, в будущем даже шетелге көшіп кеткен жағдайда европейский диплом ценится. Бір жағынан, на жақта менде семьяда жалғыз баламын, мамамда онкология, и соның барлығын қиып тастап кете алмаймын да. Но я осознаю, ертең күйеуім айтады, вдруг маған инсульт болып қалады, вдруг еще что-то, со мной что случится, тебе все равно придется работать. Осындай ситуацияда мен психологқа барып айтсам, сен айтады, сен бүткіл проблеманы күйеуіңе ысырып тастап, Германияға кетіп қалғың келеді деп айтады. Деп психолог поликлиникада психолог сөйтіп айтады. Поликлиникада психолог? Сәл дұрыс емес психолог сияқты, басқасына барып көрсең. Былай қарасаң, енді 2 жақтан істесең, инвалид баланы расход көп. 1,5-2 миллион айына. Реабилитация, туда-сюда. Конечно. Енді сіздердің ойыңызша мен сол жаққа кеткен дұрыс па или дұрыс емес па? Күйеуіңді тыңда. Мен өмірімде бірінші рет айтып отырмын, күйеуіңді тыңда жақсы. Зафиксируйте.
Вот шын шын айтамын. адекватный чувак. Күйеуің у тебя шикарный человек, тыңда. И ол дұрыс нәрсені айтып отыр. Ол салқын, эмоциясыз шешім қабылдап отыр. И ол барлық жауапкершілікті мойнына алып отыр. И саған ол үлкен мүмкіндік беріп отыр. Вот шын мәнінде. Бүкіл рисктарды, он математик па, айтишник па, не? Екеуміз де инженерміз. Вот, видишь, он уже все риски рассчитал. Он эти риски понимает. Он понимает риски ребенка, особенного ребенка. Он понимает ваше будущее, ары қарай. Потому что у вас Егер есть сіздер второй білім- ребенок, иә. который здоровый, ему тоже нужно внимание. И бұл жерде, когда ты вот так расставляешь все эти, ты понимаешь, что надо идти вперед. Это получать образование и увеличивать финансовое состояние. Ком болды, когда бізге айтты, бала 1 жыл, 2 жылдан артық өмір сүрмейді дегенде, күйеуім айтты эвтаназия туралы. Баланы өлтіреді ғой. Балада Жаным. Эвтаназия біздің елде жоқ қой. Нидерландыға апарып. Сол кезде ком болды, бірақ қазір ойласам, рациональный жағынан еді, оның ішінен шыққан бала емес, ол түсінбейді менің аналық сезімімді. Мен айттым, балаға диагноз қойған кезде, айттым, ажырассаң, ажыраса бер, я его дотащу дедім. Жаным. Но он же тебя, видишь, барлық жағынан қолдап отыр. Ну, я думаю, что вы очень хорошая пара Да, в плане того, что шикарная вы пара. эмоциональный, да, эмпатичный адамсыз, он такой расчетливый. Это хороший. Екі жақтан не істеп, свот анализ жасап, иә? Да, сильные стороны, слабые стороны сөйтіп есептеп, бір шешімге келуге болады деп ойлаймын. Шетелдегі директорыма жазып едім, ол айтты, тағы да бір академ оформи и восстановись, и смотри прогнозы на дальше, и потом 1 жылдан кейін қайтып келе, я сохраню за грант за тобой, деді. Психолога поменяй. Саламатсыздар ма? Мен әлі үйленген жоқпын, бірақ та бізде 4,5 жыл бірге жүрдік, 10 жыл бір-бірімізді білеміз. Мен оған 10 рет, оның ішіндегі 4,5 жылдың ішіндегі 1,5 жыл мен шет мемлекетте оқып келдім. Ол кісіге үй алуға уақыт бердім, ол кісіге аяққа тұруға уақыт бердім. Ол шет мемлекетке өзім ақшамен, өзім зарабатывать етіп, барлығын өз-өзімді обеспечивать етіп барып келдім. Содан кейін ол кісіге келдім, шет мемлекеттен келгеннен кейін ол айтты, давай, типа, үйленбей асықпай қояқ, бір-бірімізді көрейік, быту қандай боламыз деп. Содан кейін мен екеуміз тұрдық бірге 6 айдай ма. Содан кейін оның ішіндегі 3 ай мен жұмыссыз болдым. Ол мен поддерживать етті. Потом жұмыс тапқаннан соң ол айтты, мен айттым оған, үйленейік та, жылдам үйленейік, бірге мақсаттар қояйық, бірге бағындырайық деген сияқты сондай великие планы были у меня. А ол кісіде бізге пландар жоқ болды. Содан кейін мен айттым, сен мені соншалық жақсы көрмейсің ба не? Не знаю дейді. Жақсы көресің ба дегенде, не знаю дейді. Содан кейін мен оған айттым, не знаю деді. Содан кейін мен оған айттым, Не знаю, когда луне дейді. иә, бірақ та мен оған айттым, давай тогда 6 айға перерыв дедім. Содан кейін мен өзім шыдамадым да, жарайды, 3 айға перерыв алайық, көрші өзіңді дедім. Бірақ та мен тоже инженер болып жұмыс істеймін, химия образованием бар. Зарубежное образование. Зарубежное образование бар. Бірақ та бір жақтан өзім кінәлі сезінемін да, мен 1,5 жылға ол кісіні қалдырып кеттім ғой деп, оған да уақыт берейін да. Соған кету керек еді ғой оны, немене емшектегі бала сияқты. Сол ғой мен жүрегімді ауыртады да. Қалай мен оны өте қатты жақсы көрдім ғой, сол басқа мемлекетте болғанда ол мен болашақ күйеуім деп барлығына біреу флиртовать етіп бастағанда, жоқ, ол менікі, менің күйеуім бар деп ше, былай суретін көрсетіп, каждый раз өзім границамды көрсем да. И ол кісі маған не знаю деп. Не знаю дейді да. Енді қайда ол қазір? Ол қазір сол Алматыда өзін жүр. Еще 3 айлық перерывта ол маған қанша? 1 рет жаздым, 1 рет жазды өзі, қалайсың, жеттің ба үйіне деп. Содан кейін не деді? Потом бір күні мен өзім жыладым, жүрегім прям қансырайды ғой, как будто бір сендер айтады ғой, ажырасқан кезде сендер болашақтарыңды бірге теряете дейді ғой. Мысалы, менің миымда уже 3 баламыз бар, аны шет мемлекетте 3 жыл жүріп тұрып келгенбіз, қайтадан келеміз, Қазақстанға баймыз, мықтымыз. Бірақ та оны да түсінуге тырысым, ол 4
жұмыста жұмыс істеді, 2 квартира алды, өз мамаларына, өзіне. Содан кейін мен ойладым, дымды сұрамай-ақ қойын деп. Басында кейде студент болған кезде мен оған шанс бердім, типа, давай 50 на 50 төлейтін болсақ бірге төлейік деп. Ал қазір айттым, давай сенің ақшаң бар ғой, мен ақшама, мен үлкенмін ғой үйдің, өзіме квартира алайын, потом жаңағы сестренкаларым тұрады деп. Ол айтты, жоқ, типа, ты что, өзің көтіне тығып аласың ба сол ақшаны деген сияқты сөйтіп айтты да. Мен айттым, жоқ, бізде типа партнерский ғой деп. Түсінесің ба, мен өзіме ғана емес, мен өзім сестренкаларыма да жауап беремін деген сияқты да. И ол айтты, типа, не знаю деді да. Содан кейін айтты, сен сонда ақшаның барлығын өзіне аласың ба деді. Бірақ та олда 4 жұмыс бар, ол менен 5 есе көбірек зарабатывает. Ну, может быть, 3 есе қазіргі жұмысқа қарағанда. Екеуі біраз жерге барқапсыңдар кәдімгі. Иә, сол ғой. Он женат на своей работе. Нет. Сол ғой. Бірақ та Она на своей фантазии женат. Да. иә. Ты замужем за своей фантазией, он женат на своей работе. Сол мен оған айтамын, давай бір пландар құрайық десем, жоқ, я не знаю дейді. Мен әлі күтіп жүрмін. Алып қашып кетсең сен оны. Мен сол Почему нельзя парней? Неге жігіттерді алып қашуға болмайды? прикол айтайын ба сіздерге? Бір прикол айтайын. Мен оған айттым. Мен оған айттым, давай мен өзім орныма қалың малымды төлей саламын, сен просто кел да қолымды сұрай сал дедім да. Алшы мені дедің ғой. Алшы мені дедім, типа, а вдруг бір нәрсе болып қалады, бала болып қалады. Адресін берші, біз саған алып қашып келіп Содан кейін береміз. мен оған айттым, солай дедім, я решаю проблему, давай дедім да. Содан кейін ол айтты, я не знаю деді. Содан кейін мен дедім, мақұл деп. Уже 6 ай болды, не знаю болғанымен ше. Уже 1 ай қалды, анау перерывтан кейін уже 1 ай бойы сөйлеспедік. Но как будто бір туысқанымнан айырылып қалған сияқтысың да. Көп заттарға, мысалы, шет мемлекетте боламын, мен оған күніге айтатын, мынандай болды деп коммуникация дедіңіздер ғой. Коммуникация болды, барлығын айтатын. Разговор в одну сторону, это не коммуникация. Жоқ, одан да сұрағам, Ол айтып типа, отырды ма? не болды деген сияқты. Не істедің деп. Содан кейін оны еркелететін, жақсы көретін, кәдімгідей қазір де жақсы көремін. Бірақ та позор ғой, иә? Даусыңды өзгерте саласыңдар ғой, мақұл ма? Ей, дым позор жоқ. Дымда. Сол просто тряпка сақтың десің да. Еркелеткім келіп тұр ғой енді, ол жігіттің еркелетіп жатыр, бұны ол еркелетпей. Иә, жақсы көрдің ғой. Әлі де жақсы көрдім ғой. Сол жек көргім келеді, но жек көре алмаймын да. Анау как будто қолым кесіп алдым да, анау жол. Мә деймін да. Ол қасымда болғанда еркелетіп, қолым бойы жауып тастайтын еді да. Ал қазір жоқ деп ше. Тоже басқа жерде бір инженер болып жұмыс істеймін. Бірақ та нормально сол. Не істейтінін білмеймін. 1 ай бар, срок бар, бірақ та мен миымда как будто ол уже не заслуживает моей любви. Но я знаю, я осознаю, ол кісіні тастап кету керек ше. Одан да күшті адамдар бар. Он не хочет отношений. Тоже не хочет? Нет. Ол айтты, не знаю деді. Ол даже үйіне болып келді. Міне, он не хочет, міне айтып отыр ғой. Баташып беріп. Ты знаешь, почему он за ней держится? Вдруг, если басқа қыз таппай қалсам, осыған үйлене саламын деп отыр ол. Иә, мә. Енді білмеймін, мен жақсы көремін Ол ғой. жаңа 3 жұмыста 4 жұмыста жүр ғой. Жүруге уақыты жоқ та, наверное, бүйтіп жаңағыдай бұның артынан жүгіріп жатқан қыз жоқ. Жалғыз сен ғана жүгіріп жатсаң, думаешь, не знаю, тұрайын, мақтан көрейін, если сейчас вариант нормально оқыса, соған үйлене саламын да, саған жоқ деп айта саламын деген сияқты. Яғни TikTok'та тексеретін қыздар бар еді ғой, соның біреуін жіберсейші. Қандай тексеретін? Жоқ, ондайды не могу себе позволить. Маған өзін тексеріп беремін дейді. Сол қазір сондай процессем. Білмеймін, мен өзім басқа біреумен танысып, былай сөйлесіп кетсем, жақынырақ болып кетсем, ойбай, измена деймін да, содан кейін біртүрлі болып қаламын да. О май гад деген сияқты, типа, личные границы, чувак, у меня есть бойфренд деген сияқты. Осындай қыздарды не ценит же. Скажи, вот он же, Солай, да? извините, он же Тина. Он же Тина. Скажите. Еще менде сол кезде шетелде қалуға шанс болды да, докторантураға маған ұсынып жатты. Содан кейін мен айттым, жоқ, мен үйленемін дедім да. И сол жігітке айтқам ғой, үйленеміз ғой келген соң 2 айдан соң ғой деді. Содан кейін ол саған жақсы мүмкіндік қой қалсай деді. Жоқ, мен саған үйленіп, бала шағалы болғым келеді деп өзім қуып кеттім да. Короче, сол осуждаю себя, но пока что сол. Айтып отырмын ғой, бұл Ты любишь себя иллюзию, дорогая. Сен фантазияңа кәдімгідей тұрмысқа шығып, Сол қалай ол человекті разлюбить етуге болады. Он же вообще не заслуживает этой любви. Қыздар. Мен лично саған күшті психолог айтамын. Сен бүкіл фантазияңны фытаң еткізіп жіберетін. Иә, сол ғой. Иә, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді көргеніме қуаныштымын.
Мен 13 жыл болды некеде болғаныма. Осы жыл емес, енді өткен жылы 25 жылы белгілі бір проблеманы шешу үшін мен ажырасамын деп айттым. Не то что ажырасамын, мен бардым сотқа. Бірақ сол сотқа барғаннан кейін уже сол қағазды міне госпошлинасын төледім, бүйттім, сөйттім, көрдің ба дегеннен кейін ол вообще өзгеріп кетті 180 градусқа. Но это все как будто ради меня, не ради него. Мне нужно было, чтобы он изменился ради себя, а ол мен үшін істеген сияқты болып тұрды. Ол, конечно, и осы ситуациядан кейін ол өзгергеннен кейін ол өзгерді, маған керегінше. Басқа ешнәрсе керек емес сияқты вроде бы. Осы жерде қазір бірдеңе басталайын деп жатыр. Бірақ ол өзгергеннен кейін прям айтады ғой, конец — это новое начало чего-то хорошего, лучшего дегенде болады. Қазір енді бұрын болмаған отношениямызда жақсы. Соны вообще жақсы деп тануға бола ма? Разводы, когда вот прям ты дошла, мысалы бетім бері қайтты дегендей, да, и одан кейін уже ой, все хорошо деп, жақсы деп бұрынғыдай жүре беруге менің уже ұятым да бармайды, да, потому что я же это все замутила, все это сделала, а потом уже бәрі жақсы деп өтірік күліп жүрмін, тоже как лицемерие сияқты маған. Меня же все это не устраивало, а теперь как будто бы это все изменилось. И сізден сұрайын деген, Роза ханым, сіздің отбасыңызды біз идеал көреміз ғой, қыздар, скажите все. Скажите все. Біз қызғамыз сізге, сізді идеал ретінде көреміз да, жақсы көреміз, сіз сияқты болғымыз келеді. И сіздің өміріңізде сондай ситуация болды ма? Сондай ситуацияның... Сотқа дейін барған ма? Нет. Нет, я имею в виду вообще мысли. Бәрі айтады ғой, но мысли-то в любом случае ол оның орны болу керек, даже если бармасаңыз да, ондай нәрсе өз орнын алған, ондай нәрсе болған деп айтады ғой, сондай нәрсені сіз допустимый деп ойлайсыз ба? И вообще разводты манипуляция құрал ретінде пайдалануға сіз қалай қарайсыз? Негізі, в нормальных семьях, в нормальных отношениях про развод надо разговаривать. Бұл әңгімеге сіздер бармайтын едіңіздер, егер ажырасу туралы сөйлеспесеңіздер. Почему-то айтпайды да, ал негізі развод туралы сөйлесу, в каких случаях мы с тобой можем развестись, и содан кейін біз не істейміз деген нәрсені, я это считаю как риск-менеджмент. Жаңа айттық қой, да, кез келген некеге бір бизнес-проект ретінде қарайтын болсаң, мысалы кез келген бизнес-проектте бір компания, да, қандай ситуацияда ол компания кризиске ұшырауы мүмкін. Да? Егер баға түсіп кетсе, инфляция болса, кредиттің проценті өсіп кетсе деген сияқты, там сотрудниктер забастовка жасаса, бізде банкротствоға болуы мүмкін деген сияқты. Тура сол сияқты, в каких ситуациях мы можем развестись, в какой ситуации я с тобой жить не буду деген әңгіме айтылу керек. Ашық айтылу керек. И почему мы в нашем браке не доходили до развода? Потому что мы всегда обговаривали, что недопустимо. Вот эта ситуация, егер сен осындай нәрсе жасасаң, я с тобой жить не буду. Я это терпеть не буду деген сияқты. Ja, егер сен мені сыйламасаң, ол тек қана жаңа измена деген мәселе емес. Егер сен мені сыйламасаң, егер сен менің туысқандарыма тіл тигізсең, егер немесе менің туыстарым мен достарым алдында менің абыройымды түсірсең, унижать етсең, мен сенімен тұрмаймын. Понимаете? Это надо обговаривать все время. То есть это не манипуляция, вы считаете? Это не манипуляция, это нормально. Обговаривать, в каких случаях мне окей, да, сотрудничество с тобой, сожительство с тобой, в каких ситуациях окей. Сендер айтпайсыңдар, әйбат болып жүресіңдер, үндемейсіңдер. Ана терпите, годами, сосын бір күні жарласына барасың, с заявлением на развод пойдешь. Болды, ажырасам деген ана қорықпады да. Болды, машақ сияқты жүреді. Но он, по сути, должен был изначально не делать такие вещи. Проблема сода ғой. Я не знаю, на какой почве. Ол не үшін не істеген мен білмеймін. Но факт то, что это должно оговариваться. И вот біздің некеде вот это я терпеть не буду. Алкоголизм ғой? Это болезнь. Это лечится. Ол бір әрекеті неде емес. Это должно лечиться. Ол қазір ішпейді ғой енді. Ішпейді болғанда ішпейді, но это как будто бы мен үшін сияқты болып тұрады да. А чем это плохо? Ол айтады маған, ты не хочешь, чтобы я пил? Я не буду пить дейді. А если мен оның мысалы ертең өліп қалсам, допустим, кім біледі, он 100%. Мысалы деймін да. Сол үшін ол айтады, как я могу считать себя зависимым человеком, если я спокойно отказался от этого. Ты посмотри, я отказался от этого. Как я могу быть? Еш нәрсе айта алмай қаламын да. И ол ситуацияны өткеннен кейін мен уже другие проблемы придумываю, другие новые. Нет, алкоголизмді изучите. Не просто отказаться. Есть бытовой алкоголизм. Әртүрлі пассивный алкоголизм бар. Ол алкоголизм обязательно ішіп алып, есін танып, көшеде аунап жату емес қой. Есть бытовой алкоголизм, который нервирует тебя. Аптасына 2 рет ішіп алады, күнде миыңды жейді. Тебе не нравится, что он лежит на диване, что-то ноет, еще что-то. И он при этом говорит, мен понедельник күні жуынып,
жұмысқа бардың ғой, сен не мен алкоголик деп отырсың ба? Это бытовой алкоголизм. Это разрушает семьи тоже. Соны сөйлесу керек. Психологқа бірге барасыңдар. То есть не так, что я сейчас ажырасумен, там, заявлениемен я припугнула, и ол уақытша көтін қысып жүр. Да, уақытша көтін қысып жүр. Ағырай кетсе, осылай кетеді, кетпесе, извините, в один день немесе бітеді. Бір басқа бір нәрсеге ұрсасыңдар, сендер. Сөйтеді де ол барда ішіп алады. Сөйтеді, сен шештің дейді сосын саған. Вот ты, он будет ждать, қазір ішпейді ғой. Аңдып отыр сен қазір. Бірдеңеден бір косягі шықса екен деп шыққан күні барады да ішіп алады ол. Бұл да аңдып отыр ғой. Соттың алдында қағаз ұстап отыр. Да, а я постоянно такие провокации делаю, постоянно. Лечиться надо. Это не заявление, это не манипуляция, это лечиться надо. Он зависимый, ты созависимый, екеуге де надо к психологу. Это не так, чтобы ол жаңа қорқытып, үркітіп ұстай алмайсың ешкімді некеде. Адамдар даже біз мысалы психологқа барған кезде біз ойлаймыз, да, психологқа терапия өткен кезде адам түбегейлі өзгермейді, он останется такой. Просто по отношению к тебе ол бір определенный әдет әрекеттерін өзгертеді. Но в целом ол сол адам болып қалады. Не бывает такого, что психологқа барды, ол 100% өзгертті, сенің арманыңдағы еркек болып шықпайды ол. Ол тура сол еркек болады. Бірақ саған қатысты бір әдет әрекеттерін өзгертеді. Өзгерткісі келсе әрине. Это будет его решение. Понимаете? Поэтому это нужно смотреть. Например, если он патологический гулящий мужчина, рано или поздно он все равно сон жасает. Он тоже должен идти к психологу. Да, алкоголизм болсын, басқа болсын, там надо лечить. Ажырасам деген шешімге мы приходили 3 месяца где-то. Почти 3 месяца, и то огромный үлкен тренингтен кейін. И ажырасам деген айтылып жүрді с моей стороны, спокойно абсолютно, без эмоций, спокойно, вот как серьезный разговор. И подали, и өзгерем деді. Болды мен, сен саған ұнамайтын нәрселер, то есть то, что меня обижало, абьюз, психологический, моральный, вот это вот, чуть-чуть бывает физический абьюз. Сол моментте... Чуть-чуть деген это қалай? Бүйте ма? Нет, бүйтіп сөйлеген сөзің ұнамайды. Ал жағыңды қысады да. Это чуть-чуть? Ну, для меня было, да, чуть-чуть. Вот сейчас это чуть-чуть. А не чуть-чуть, это типа басынан тадақ? Мақыздар сендер. Плюс вот это морально-психологический было абьюз. И сол нәрседен кейін мен айтып жүрдім, что это мне не нравится. Мы в браке были 8 лет. Вот. И содан кейін өзгерем. Болды, мен түсіндім дейді. Это нормально? Өзгерем ма? То есть я хочу верить, конечно, как... Что, надо верить, да? Бірақ ол терапия өту керек. Он должен научиться работать со своей агрессией. Потому что... То есть это уже не мое решение, не мой выбор. Мен кете беру... Это не твоя проблема, это его проблема. Это неумение управлять своей агрессией, это его проблема. Ол терапия өту керек та, ол сонымен жұмыс істеп үйрену керек. Өйткені сен сәл қылқындырған бір күн алады, қабырғаға басың бір ұрады. Инвалид болсын да қалсын сосын. Понимаешь? Это неумение управлять своими эмоциями, своей агрессией. Это полностью его проблема, не твоя. То есть я уже подала на развод, и я могу со спокойной душой уйти. Да? Оған қарамай, да? Ты замуж выходила сама. Да. Сама должна решать. Да. Но я тебе говорю про риски. Человек не умеет управлять своей агрессией. Это опасно для жизни. Я с ним сейчас на нормальных отношениях, ну, даже если ұрыс керіссіз дедіңіз ғой жаңа. Нормальный дегеннен қорқып отырмын негізі. Сен чуть-чуть дегенің мынау болса. Я боюсь. Нормальный дегенің ол примерно екеуі қылышпен отырасыңдар ма? Не ол? Жоқ. То есть про развод мы сейчас разговариваем абсолютно на нормальных тонах, не повышенно, не ұрыс-керіс болмайды. Екеуің бір территорияда тұрып жатсыңдар ма? Сейчас да. Вот. И қазір вот этих агрессивных моментов нету. То есть у нас все нормально. Потому что сен разведусь деп айтқаннан кейін көтін қысып жүр ғой ол. Соны айтам да, возможно, сондай ма екен деп, да. Ол содан қорқып жүр. Но как только ты расслабишься... Опять вернусь. Конечно. Это временная мера. Ол терапия өту. У меня нету доверия, не было доверия до этого, я просто себя, оказывается, алдаған екенмін, да, и сейчас у меня к нему... Сен әлде өзіңді алдамасын, ол терапия өту керек. Да, и вот доверия нету к нему полностью. То есть я как женщина не могу ему довериться, потому что ол, во-первых, жаңағы нәрсе істеген, я боюсь, что он повторит. Еще бывает иногда, вот для меня опять-таки это такой небольшой, но сөзінде кейде айта салады да істемейді.
допустим, мен қалаған нәрсені айтады да, хорошо дейді да, істейміз дейді да, но істемейді. То есть для него это нормально, что он сказал и не сделал. Мынандай эмоционально тұрақсыз, агрессиямен проблемасы бар, социально неприемлемый сөздер айтатын, ренжітуден тайынбайтын еркекті сен қазір күйеу қылмақшысың. То есть реалистқа қарасай, он должен проходить терапию. Егер ол терапия өтіп, реабилитация өзінің агрессиясымен жұмыс істеп, үйреніп, сөйтіп барып, біз некемізді жаңағыдай, я хочу спасти наш брак деп келсе, другой разговор. А так он ничего не сделал, просто испугался, сен ажырасам деген кейін, қоям. Я тоже так думала, что испугался, да просто, да. Да, это не решение, ол бір күні қайтадан несет. Терапию должен проходить, человек должен работать со своей агрессией, он не работает с этим. Саған да на всякий пожарный психолог. Конечно. Я знаю, да. Это ненормально. Это не чуть-чуть. Вообще не чуть-чуть. Реально. Это не чуть-чуть. Ержан Мырзабаев қойдым айтқан, жалпы осы еркектердің агрессиясын әйелдер қалай допускать етеді дейді. Қыз бен жігіт болып жүріп жүрген кезінде жай саусағын тигізбейді, итеріп қалу, кетші деп. Он же был идеальный. Вот идеальный емес. Там были моменты, проскакивали, сен оны ана розовый очкимен көрген жоқсың. Сен ойладың, мені еркелеп тұр. Иә, мені қызғанып тұр. Ол еркек қой. Оның ашу орынды қой дедің. Ол бір жерде по-любому бір нәрсе істеді. Вот это да деген сияқты да. Сондай сөйтіп қаласың да сен ше. И сосын ойлайсыңдар, андай қыздар көбінесе солай ойлайды. Егер біреуге грубить етіп тұрса, бұл маған грубить етпейді. Ол это нормально. Еркек ол грубить ету керек біреуге. В целом он не должен вообще проявлять агрессию. Нормальный человек нет, қуасыңдар ма? Иә. Нет, нормальный человек не должен агрессировать. Не надо ожидать от своих парней, что ол қазір барады да сені ренжіткен адаммен барып төбелеседі. Қосында көп қыздар жетеді да, у вас ожидание жігітпен жүріп жүрген кезде, ана жігіт маған естеді, сен не барып соны үйтпейсің, қуасыңдар ма сендер? Почему этот мужик, неге сенің жігітің өзінің сенің алдында күшті екенін доказать ету үшін бар басқа біреумен төбелесу керек, или оған күш көрсету керек, оған агрессия керек. В нормальном, здоровом обществе все решается разговорами. Біз бүгін план ажырасудан кейін не істейміз деген тақырыпты талдауға тырыстық. Кейстер өте көп және бір-біріне ұқсамайды. Сондықтан бұл тақырып әлі де қайтып келеміз. Біздің бұл шоуда әлі қайтып келеміз, өйткені өте кең. Кейстер бір-біріне ұқсамайды. Әрқайсысына 1 сағаттан уақыт алуға болады. Сондықтан келесі шығарылымдарда кездескенше. Десек те, не десек те,